Атым Айдагүл деген болот. Ал осы киіз үйді таныстырып өтсеңіз, рум-тур жасайық. Жарайды. Сәлем достар, бүгінгі видеода біз сіздермен Алтай су маңында орналасқан қыр жайлауындағы қазақтардың киіз үйіне рум-тур жасайтын боламыз. Жарайды, сонда енді кигіз үйдің сыртқы несі енді, сыртқы бейнесі. Сол енді үстіге осындай кигіз үйде боламыз. Осы мекен Алтай деп атала ма? Осы мекен Алтай деп айтады. Алтайдың сол Сарқобы деген жерінде жайлап отырмыз. Я, шынымен бұл жайлаудың өзіне жету оңай емес, өйткені сіздер Баян-Өлгей қаласынан Алтай су ауылына дейін 115 шақырымдай төсеніші жоқ келдір-бұдыр жолмен жүрсеңіздер, одан кейін Алтай су ауылынан осы қыр жайлауына дейін 30-40 шақырымдай дәл сондай жолмен жететін боласыздар. Қара жарыс салғалы кетіп бара жатыр. Жарысады ғой. Сол қара жарыс салғалы кетіп бара жатыр. Мына жағынан түсір ғой. Я, бұл жерге жетудің өзі мен үшін өте үлкен саяхат болды. Өйткені жол бойында айналамыздағы Монғолияның әсем үлкен таулары, қазақтар мен моңғолдардың жайылымдары, әсіресе қазақтардың жайылымдары. Өйткені бұл Баян-Өлгей маңы қазақтың ауылдары болғандықтан, көбінесе тұратын адамдар қазақтар болған. Халықтың 97% қазақтарды құрайды. Өзімнің тиктогым мен инстаграмыма осындай әдемі видеолар түсіріп алдым. Және де осы Алтай су ауылынан жайлауға барар жолда көпір аяқ астынан сынып қалып, басымыздан өте қызықты жағдайлар өтті. Мына жерде көпір сынып қалды. Жаңа ғана алдымызда бір машина өтіп сындырып кетті. X-Trail моңғол нөмірлерімен өтейін деп жатырмыз. Мына жердің машиналарында ходовка деген вообще жоқ екен. Бізде Алтай деген ауыл. Жарайды, жолымыздың өзі өте үлкен саяхат, ол жайлы бөлек видеоролик шығатын болады. Әзірше өзіміздің рум-турымызға оралайық. Жайлаудамыз қазір. Қазір жайлаудамыз. Қыстауда қайда барасыздар? Қыстауда сол Сарқобы деген жерде, сол осының аяғында боламыз. Сол енді Сарқобының басы деп айтылады. Ана жерде тағы да нелер бар екен? Киіз үйлерді көріп тұрмын. Иә. Бұл көршілердің киіз үйлері ғой. Туыс болып кеткен шығарсыздар? Туыс болып кеткенбіз, ағайын туыс. Жақсы, онда енді бастай берейік өзіміздің рум-турымызды. Мынау креверсен андай бір крем жатыр екен. Бұл қандай ненің терісі? Мынау жай тастап қойған нәрсе ғой. Қойдың терісі ғой. Күте тұрыңыз, енді мынау сырт жағы қандай материал ма? Атаға ақ бұлдан жасалған. Қалай? Ақ бұлдан, ақ чүпіріктен. Ақ шиямбыр деп айтады. Шиямбыр деп айтады. Енді біз сырттан бастадық, давайте бүкілін көрейік енді. Ана өрі деген құрт жаятын. Құрт жаятын бірге барайық енді көрейік. Құрт жаямыз, мынақсақ немене істейміз. Қойдан, сиырдан сауған андағы сүттен істелген, жасалған құрттар андағылар. Сүттен жасалған. Жаңында қаймақ майы деп тұр ғой енді. Күшті осындайда кептіріп қоясыздар, е? Кептіріп қоямыз, андағы енді сөйтіп қатты құрт болып шығатын болып тұр ғой. Сиыр бұзауымыздан ақсап желінде байлау жатады. Мынау жайлауда бар ғой? Ешқандай ақша төлеп керек емес қой үкіметке? Жоқ. Сіздер тегін тұра бересіздер, е? Сөйтеміз. Жақсы. Айналамызда қандай тауларына қоршап атқан бізді? Андағында биік таулар, әдейін сәнді. Жазда қар жата береді екен, е? Неше метр биіктіктеміз біз? Біз тардай жоғары биікте тұрамыз ғой енді.
Жақсы. Жарайды, анау Монголияның сиырлары өзгеше екен, біздікілеріне қарағанда. Бұзаулар анда. Бизон сияқты, бизон. Байқадыңыз ба, бизон сияқты. Я қараңыздар екен. Кей кезде ойланып қаласың, шіркін, осындай кең өрісте, кең жайлауда, киіз үйдің ішінде мал асырап, еш уайымсыз тұрғанға не жетсін деп. Мына өзеннен Өзінен сол су ішеміз. Мал да осыдан су ішеді деген сондай. мына жерде су ордыңын тұр екен. Осы жерден біз енді қазір мына жерге осы жерден электропанель дейді. Күннің сәулесі түсіп, осы киіз үйді жарықпен қамтамасыз етеді, дұрыс қой? Керемет, дұрыс. Бұндай заттар ыңғайлы ғой енді, жақсы. Жақсы, біз онда ары қарай ішіне кіре берейік. Рум-тур ары қарай жалғасады. Давайте. Сіз кіріңіз бірінші. Ал жақсы, енді кіре берсем бастайық осы жер. Мынау қазақтың киіз үйі ғой. Қазақ киіз үйі мынау сол есіктік деп айтатын мынаны. Мынау бөлек тікен шүпіректі. Аха. Мынау турдық қас деп айтылады. Мынау бізде уақ қой, қателеспес. Анда уық деп айтылады. Жақсы, ары қарай өзіңіз тағы да қандай таныстырғыңыз келеді қай жер? Ол енді ананы түс кигіз деп айтамыз мынаны. Түс кигіз. Түс кигіз, е? Мынау мұнда жапқыш, жастық деп айтылады. Жүре берейін ба, аяқ? Жүре бер. Мына шаңырақтарыңыз жартылай ашық екен. Түнде уже жауып тастайсыздар, жауып тастаймыз түнде. Жақсы. Керемет. Мына жерде тамақ пісіресіздер, Тамақ пісіреміз. Сол мына пештен болып бірақ асылым алынбайды ғой. Ет пісіріп жатсыздар ғой деймін, ет пісіріп жатырмыз. Мен өзім осы Қазақстанда Қарағанды деген қала бар. Сол қалада өскенмін, сол жерде оқып жүрмін. Бізде Қарағандыда Сарыарқа деген жер бар, білесіздер ме? Сарыарқан тауы бар. Соған Құрманғазының киіз Сарыарқан ауылында бергім келіп отыр. Соны қабыл алыңыздар. Ал достар, міне осылайша біздің қазақша рум-турымыз өз аяғына келіп жетті. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Лайк және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше. Әуелі Құдайдың оңдасын, оң жолына бастасын.
Жортқанда жолдарың болсын, жолау сударың қыдыр болсын. Өнердерің үстем болсын. Қазақтың қасиетті қара домбырасын ойнатып, әлемнің әр түкпірін шарлап аман есен жүре беріңдер. Жаз жайлау жайлы болсын, ат көліктерің аман. Жақсы жүріп, елді мекендерің аман сау жетуге Алла нәсіп етсін. Амин, рахмет. Айтқаныңыз келсін.